достар, арнама видеома қош келдіңіздер. Және де сіздермен бірге мен Тока Айкыз. Жалғыз қыз 2-ші бөлім. Мектептен соң. Бір осы телефонда отыра беріп жақып кеттім. Бір жерге бару керек еді. По-любому мені ешкім жақтырмайды. Отыр, мені кім жақтырады дейсің мені? Өзгеру керек еді. Жарайды, бопты. Осы қалыппен жүрсем де әйтеуір нормально. Уборщик алайын ба, әйтпесе үй шашылып кетті ғой. Не істесем болады? Жарайды, алып көрейінші. Такс. Іздейін. Міне таптым. Такс. Алло, сәлеметсіз бе? Я, мен қызметші. Сіз әлі маған қызметші емессіз. Сізді жақсы нетеді деп интернеттен қарадым. Я, мен жақсы өз жұмысымды атқара аламын. Бәрін дұрыс істеймін. Сізге қызметші, яғни мендей қызметші керек болатын болса, мен адресіңізді жіберіңіз, мен қазір келемін. Әрине, маған керек, үйім шашылады, как всегда, сондай. Сол үшін келуіңізді сұраймын. Наконец-то. Сәлеметсіз бе? Сіз бе мені шақырған? Я, мен шақырдым. Мен қызметші болуға дайынмын, және де мен жақсы атқара аламын. Өзімнің қызметімді, тамақ бәрін жасап беремін. Бірақ та мен ұрса өте қатты шыдамаймын, сол үшін көп ұрыспауыңызды сұраймын. Әрине, жұмысың қалай жұмыс істейсің, соған байланысты ұрсам, либо ұрыспаймын ғой. Жарайды онда. Жұмысқа кірісе бер, я? Я кірісе берем. Жақсы болды ғой. Қазір айтайын. Қызметші бергеш? Я, айта беріңіз. Маған тамақ жасап берші. Любой тамақ жасай бер, әйтеуір маған ұнаса болды. Жарайды, қазір. Мына кісінің холодильникте не бар екен? Не деген көп заттар. Қалай пайманы кісі? Жарайды, хлопья жасап берейін ба, или? Хлопья жасап бере салайын. Өте жеңіл тамақ қой. Так, кісінің аяқта ыдыстары бар ма? Ыдысы көп қой. Ой, аз екен. Осы тарелкаға жасай салайын. Так, сосынан ала салайын. Ханым, тамақтайын. Я, қандай тамақ жасадың? Хлопья, және де ана жерде бір осындай коктейль тұр екен. Осыны ала салдың. Молодец, бірақ та бұны мен жақсы көрмеймін. Жарайды. Бірінші болғаннан кейін мен сені кешіріп тұрмын. Екінші жолы осылай менің не любимый тамақтарымды жасайтын болсаң, мен сені жұмыстан шығарып жіберемін. Мен білген жоқпын, кешірім сұраймын. Жарайды, ештеме етпейді, бірақ келесі жолы осылай мүлдем жасамайтын болуқтың ба? Я, жақсы, рахмет, келгеніңе рахмет. Мына ақша пока что, бірақ келесі жолы жақсы жұмыс істеп, жақсы тамақ беретін болсан, мен саған бұдан да көп берем, жарай ма? Бара берсем болады. Қой құрысын, жатайын. Аяқ дертін жинаты алмасам, жатарға кетінім қайда. Өйстіп жоғалып кетеді. Таң атты. Қой құрсын, тұрайын. Ана қызметшіге звондау керек. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлем. Келші. Менің комнатам шашылып жатыр. Сол срочно таңертеңнен бастап кешке дейін. Сол үй жинашы, короче. Я, жарайды, қазір келемін. Такс, мен мына киімді кие саламын. Неме анау? Онда мынаны кием. Мне нормально болды.
туф, бір ана қызметші қашан келеді екен? Сәлеметсіз бе, кешігіп қалдың ба? Я кешіктім, мен сені күтіп отырмын ғой бағанадан бері, неғып ерте келмейсің? Мен просто ұйықтап қалғанмын ғой кішкене. Келесі жолы ерте келетін бол. Менің комнатам шашылып жатыр. Мен келгенше тамақ бәрін жасап қой. Мен келгеннен кейін қарным аш келеді, как всегда. Үйді жинап қой тазалап тұрып. Ешқандай шаң көрмейін бір жерден, ұқтың ба? Және де менің заттарыма тиіспе. Жарайды, болды. Немене, кеше ғана айбат кісі еді, бүгін не болып қалған? Сабақтан соң. Мәссаған, үйде тап-тыйнақтай қылып жинап қойыпсың. Молодец. Келдіңіз бе? Мен сіздің табағыңызды барын дайындап қойдым. Мәссаған, мен қазір киімімді ауыстырып алайын, сосын нетем, я? Тамағым ішем. Саған бүгін 2 есе зарплата берем. Мәссаған, аяқты да күшті қылып жинап қойыпты ғой. Молодец. Такс, мәссаған, ерте күшті қылып жинап қойыпты ғой, мен аны кие салайын. Бүгінгі оған 2 есе ақша болады. Ас болсын. Такс, дұрыс болды. Енді осылай отырып тамақ ішсем кішкене нормально болады. Ойбай, мынау ашты ғой, сен қуасың ба? Кешіріңіз, мен білген жоқпын. Су бер тез. Шай ішіп саңыз, шай. Шынсың ба, сен вообще? Не мынау? Ашты. Той, бір түріне қарасаң күшті сияқты көрініп тұрды да, бірақ жесе мынау ашты. Енді олай қайталанбайды. Кешірім сұраймын. Мынаны көрейікші. Мынау нормально, бұл ролтың ғой, холодильниктағы. Сен дайын тамақтарды істей салғасын ғой. Не мынау? Қойшы, мен ішпеймін. Өз қолыңнан жасамайсың ба вообще? Келесі жолы мен дұрыстап тексерем. Мына не? Мына мен холодильниктағы заттар ғой, өзің қолыңнан істемейсің ба кішкене? Еще қызметші деген кішкене иесіне көмектесу керек, анау-мынау әкелу керек. Сен болса, келесі жолы осылай қайталанатын болса, менен аяушылық күтпе. Жарайды, мен кешірім сұраймын, мен бұл ісіме қатты өкініп тұрмын. Келесі жолы осылай жасайтын болсаң, мен сені аямаймын, ұқтың ба? Жарайды, кешіріңізші, болды, қайталанбайды. Мен кете берсем бола ма? Жоқ, мен саған ақшаңды бәрін беруім керек қой, қазір тоқтай тұр. Еще мен тағы бірдеме беруім керек болған. Міне. Короче, мына жақта менің жақсы көретін тағамдарым тұр. Осыған қарап жасашы, келесі жолы жасайтын болсан. Мә. Жарайды. Ал ақшаңды может ертең қосып беретін шығармын. Бүгінге ана немен ақша бергім келмей қалды. Жарайды. Немене алдым осы қызметшіні? Өзім өз күнімді көріп жүре бермедім бе екен? Ақша керек оған. Той, бір ақшаны қайдан табам мен енді? Қарызға сұрап уже қарызға батып кеттім даже. Такс. Такс, тамағым дайын. Енді ханымды барып оятып келейін. Ханым, тұрыңыз. Мен сізге тамақ жасап қойдым. Стоп. Сен қайдан жүрсің? Мен сені шақырған жоқпын ғой. Жоқ, мен сізге осылай досын сый жасайын деген ғой. Және де мен менюдан қарадым бәрін. Молодец. Жарайсың. Күнде осылай келіп жүрші, жарай ма? Жарайды, айтсаңыз болды ғой. Ең басты ақшасын беріңізші, я? Я бүгін кешке қарай берем. Бүгін точно берем. Мәссаған, жақсы болды ғой. Такс. Мыналар мен шынымен де жақсы көретін тағамдарым ғой. Қойыңызшы. Шынымен де мен әдетте сәрсенбі күндері осындай тамақтар жейтінмін, өзім жасап. Молодец. Жарайды, мен жеп алайын, сосын саған баға берем. Жарайды. Мә, ханым,
Мен жағаным ашып кетті ғой сізге қарап. Жарайды, сен сосын жейсің ғой. Бұл тағамдар өте дәмді. Бірақ бір кемшіліктей болды, кішкене ащылау болды. Бірақ мен 10-нан 10 балл қоямын, жарай ма? Келесі жолы бұдан да дәмді қылып жасауға тырыс. Вот. Осы бүгінгі келіп таңертең мен айтпай келгенің үшін мен саған кішкене зарплатаңды көтерем, жарай ма? Жарайды.